Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Биыл 2020 жыл көптеген ардақты тарландарымыздың мерейтойларымен тұспа-тұс келді. Атаулы күндерге Александр Сергеевич Пушкин атындағы қалалық балалар кітапханасының оқу залында жыл бойына есімі елдің есінде кітап көрмесі ұйымдастырылып, оқырмандар назарына кітап көрмесіне шолу ұсынады. Қазіргі таңда елімізде болашақ жастарымызды ұлы тұлғалардың үлгі тұтар өмір жолымен таныстыруда, қазақ әдебиетін одан әрі дамыту жолында, өлкеміздегі көрнекті оқиғаларды хабарлауда көрсеткіштің алатын орны ерекше. Көрме 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім Әбу-Насыр әл-Фараби ұлы есім деп аталады. Әбу-Насыр әл-Фараби ұлы ғалым, ұлы ақын, Аристотельден кейінгі екінші ұстаз. 1000 жылдан артық уақыттың қатыгез сыңынан мүдірмей өткен адамзат ұлдарының бірі. Биыл Әбу-Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойы мемлекеттік деңгейде атап өтілуде. Бұл бөлімде қойылған кітаптарға тоқтала кетсек, Көбесов Ауданбек әл-Фарабидің ашылмаған әлемі. Кітапта автор ғұлама ойшылдың дүниетанымдық көзқарасы, оның әдептамалық, тәлімнамалық қағидаларына, мемлекеттік басқарудың әдіс-тәсілдері жөніндегі топшылауларына, діннің қоғамда алатын орны туралы айтқан тұжырымдарына талдау жасайды. Көмекші оқу құралы студенттерге, көпшілік оқырмандарға арналған. Құлмұхамед Мұхтар әл-Фараби тарих, тұлға, уақыт. Аруна баспасы балалар мен ересектерге арналып, қазақ және орыс тілдерінде жазылған бұл көркемсуретті туындыда әлемге әйгілі ғұлама ғалым, философ әрі ақын, шығыс халықтары екінші ұстаз атандырған Әбу-Насыр Мұхамед әл-Фарабидің өмірі мен қызметі жүйелі әрі әсерлі баяндалады. Кітап көрмесінің екінші бөлімінде қазақтан шыққан тұңғыш ағартушы ғалым Шоқан Шыңғысұлы Уәлихановтың туғанына 185 жыл толуына орай жарқ етіп сөнген жұлдыз деп аталады. Шоқан 1835 жылдың қараша айында қазіргі Қостанай облысының Құсмұрын бекетінде дүниеге келген. Шоқан Уәлихановтың өмірімен, қызметімен танысу арқылы ұлтын, елінің тарихын, салт-санасын сүйген азамат екендігін танып білеміз. Бегалин Сапарғали Шоқан асулары хикаятында қазақтың ұлы ғалымы, әйгілі саяхатшысы Шоқан Уәлихановтың балалық шағы, кадет корпусында оқыған жылдары, ғалым атанған кезі кеңінен қамтылған. Шығарма балалардың ұғымына лайық тартымды тілмен жазылған. Бірмағамбетов Әлім Шоқан Уәлиханов географ және саяхатшы. Кітапшада қазақтың ұлы ғалымы, ағартушысы Шоқан Уәлихановтың саяхаттары мен географиялық еңбектері баяндалады. Замандастарының естеліктері және баспасөзде жарияланған басқа да көптеген деректердің негізінде Шоқанның географ ғалым ретінде қалыптасуы, оның ішкі Азия географиясына қосқан ғылыми үлесі тұңғыш жан-жақты ашып көрсеткен. Кітапша жоғары сынып оқушыларына және көпшілік оқырман қауымына арналған. Кітап көрмесінің үшінші бөлімінде ұлы ақын, жазушы, қоғам қайраткері Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы кеңінен аталып, мерейтойы өтпелі шаралармен емес, өнегелі өміршең жобалармен есте қалары анық. Көрме Абай дана, Абай дара қазақта деп аталады. Абай қара сөздері прозалық туындысы, Абайдың ең танымал туындысы. Философиялық трактаттар стилінде жазылған қара сөздері тақырып ауқымдылығымен, дүниетанымдылық тереңділігімен, саяси әлеуметтік салмақтылығымен құнды. Қара сөздер Абай болмыстың әртүрлі жақтары туралы 45 философиялық, этикалық пайымдауларын, өмірлік тәжірибе алған көреген адамның қасиеттерін қамтиды. Бұл кітап осыдан 100 жыл бұрын жазылғанына қарамастан, қазіргі уақытта өзектілігін жоғалтпаған дана ойлар мен өсиеттерді қамтығандықтан, қазіргі оқырманның да қызығушылығын тудырады. Құнанбаев Абай шығармалар жинағы. Бұл басылымда мектеп бағдарламасы бойынша оқылатын өлеңдері, поэмалары, аудармалары,
нақыл сөздері және басқа да қосымша әдеби және әдістемелік материалдар енгізілді. Оқушы ұлы ақынның шығармаларын терең түсініп қана қоймай, Абайды қазақ халқының тарихындағы ұлы тұлғалардың бірі, өз заманының кемел қайраткері, ұлт мәдениетінің берік негізін қалаушы ретінде танып біледі. Кітап жалпы орта білім беретін мектепке және көпшілік оқырманға арналған. Кітап көрмесінің 4-ші бөлімінде атынан өшпес мұра қалдырған қоғам қайраткері, қазақтың аса көрнекті ағартушысы, ақын жазушы Міржақып Дулатұлының 135 жылдығына арналады. Көрме азаттық аңсаған ұлт көсемі деп аталады. Керемет құдіретті сөздер иесі Міржақып Дулатов қазақ даласын жанындай сүйіп, оның келешегін ойлап, Оян қазақ деген атпен өлеңдер жинағын жазғанда ол 25 жаста еді. Жаста болса бас болып, ел назарына ілікті. Міржақып Дулатов қазақ халқының арман мүддесін терең түсіне біліп, қазақ қоғамында жаңадан өрістеп келе жатқан ескіліктен, мешеуліктен, зорлық-зомбылықтан, қанау мен езуден құтқаратын күшті құрал, оқу білім, өнер ғылым, адал еңбек, әділдік пен адамгершілік мәселелерін көтерген Оян қазақ жыр кітабы бірден қазақ елінің ұранына айналды. Ақынның көңіл күйі лирикаларда саяси, әлеуметтік мәселелерді қозғады. Жинақ көпшілік оқырманға арналған. Дулатұлы Міржақып шығармалар жинағы. Жасөспірімдер кітапханасы сериясымен шыққан бұл жинаққа қоғам қайраткері, ақын жазушы, қуғын-сүргін құрбаны Міржақып Дулатұлының шығармалары еніп отыр. Қаламгер талайдан өлі жатқан өңірді қапы қапқан көңілді қаламынан қалыс қалдырмаған. Әсіресе Ресей империясының отарлық саясаты, жазушы жабулы жүйрік ат мініп, жамбы ілген, найзасына жауды ілген жалпақ жаурын қазақ-қырғыз хақынан да сыр шертеді. Кітап жалпы орта білім беретін мектептерге және көпшілік оқырманға арналған. Ұлтымыздың ұлы жолы, талайлы тағдыры, бай тарихы, бабалар өмірі, еліміз үшін әзиз жанын пида еткен ірі тұлғаларымыздың өнегелі ғұмыры бүгінгі тәуелсіз қазақ елінің баға жетпес құндылығы. Осынау құндылығымызды түгендеу, бабалар жолын жаңғыртып, оларға тағзым ету, құрмет көрсету бүгінгі ұрпақтың басты парызы, сондай-ақ ертеңгі үлгі ретінде ұсынар ізгі амалы. Олай болса, ерлер есімі еліміздің мәңгі есінде қалмақ.